Бүгін өте тез және барлық үйде табатын ингредиенттерден рогалики жасап үйренеміз. Ол үшін 400 грамм ұнымызды ситадан өткізіп аламыз. Одан кейін үстіне шым тұзбен 8 грамм разрыхлительді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 120 грамм сұйық майымызды қосамыз. Одан кейін ыстық қайнап тұрған 160 грамм суымызды қосып, қасықтың көмегімен бірінші араластырып алып, одан кейін қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін 30 минутқа бөлме температурасында қойып қоямыз. 30 минут өтті, енді осылай оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Жұқалау жайған сайын тестосы нежный болып шығады. Енді бірдей 12 бөлікке бөлеміз. Мен кішірек қылдырып істегендіктен 16 бөлікке бөлдім. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Солай жасасаңыздар да болады. Және де ұнаған начинкаларыңызды салсаңыздар болады. Мен варенье қостым, және де мейіз қостым. Ең бастысы қою түрін қолдану керек, сұйық болса ағып кетуі мүмкін. Осылай үлкен жағына қойып, орап шығамыз. Барлығын орап болғаннан кейін пергамент қағаздың үстіне салып, қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Өздеріңіз пешіңізге қарайсыздар. Тез әрі оңай жасалады, асығыс кезде пісіріп жегенге өте керемет. Ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де мен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмайсыздар. Қызарып піскен рогаликтерімізді сахарная пудраға аунатып шығамыз. Жеңіл жасалады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дайын болған түрі дұрыстап видеоға түспей қалыпты. Міне осылай ұсындық, керемет болып шығады.